Барлықтарыңызға сәлем, менің сабағыма қош келдіңіз. Бұл сабақта сіздер осындай детский тортты жасап үйренетін боласыздар. Торттың іші бізде молочная девочка 2 килограмм, ал декоры бізде осындай детский оформлениемен болады. Жалпы бұл сабақта сіздер молочная девочканы құрастырып үйренесіздер. 2 килограмм етіп тұрып ровно қалай шығару қажет, сол жайлы айтылады. Және мұнда көріп тұрған декордың барлығын жасап үйренесіздер. Барлықтарыңызға сәттілік. Енді молочная девочка тортын жасайтын боламыз. Ең танымал торттардың бірі бұл. Мен өзімнің рецептімді көрсететін боламын. Қазір сіздерге өте қарапайым, бірақ өте дәмді болып шығады. Бұл жерде бізге жұмыртқа қажет болады, ұн, сгущенка және разрыхлитель. Осы 4 заттың көмегіменен біз тортты жасап шығамыз. Так, ең алдымен менде мұнда сгущенка 3 желания сгущенкасы. Барынша сол сгущенканы қолданған дұрыс. Так, осында біз жұмыртқаны саламыз. Және екеуін миксерлейміз. Жұмыртқа толығымен сгущенкаға араласып кеткенге дейін миксерледім. Енді ұн мен разрыхлительді қосамыз. Ұнға разрыхлительді араластырып жіберемін. Енді біртіндеп қосамын. Барлығын ситаның көмегімен. Оның барлығын бірден қосып жібереміз. Аз-аздан қосамыз. Онымыз толықтай араласып кеткенге дейін тоқтамай миксерлеймін. Осымен біздің тестамыз дайын. Енді қазір біз пергаментке құйып шығатын боламыз. Тестамызды құю үшін осындай пергаменттер қажет болады. Мен алдын ала кесіп, қырқып дайындап қойдым барлығын. Менде пергамент, поклан пергаменті және біз молочная девочканың тестасын құю үшін мен шет-шетіне осындай бортиктер дайындап жасап алдым. Бұл не үшін қажет бізге? Тестаны құйған кезінде шет-шетіне қисайып ағып кетпес үшін. Ал енді бұл бортикті қалай жасадым? Қазір біреуіне сіздерге қайтадан көрсетемін. Ол үшін мен осындай раздвижной кольцоны қолданамын. Оны қазір жазып тастап қайта көрсетемін. Кольцоны астына аламыз. Пергаменттің астына қойдым. Үстінен кольцомен басып, шетінен қысамын. Және астын қолмен тегістеп жүреміз. Болды, енді шешіп аламын. Сонда міне осындай бортиктер пайда болады бізде. Әрбір пергаментке шамамен 1-2 қасықтай қосамын. Және шпательдің көмегімен тегістеп жібереміз. Мінекей осылай қалған пергаменттің барлығына мен қазір құйып шығамын. Мен қазір пергаменттің барлығына тестаны құйып шықтым. Менде жалпы 9 осындай кожадар шығайын деп тұр. Жалпы мендегі рецепт 9-10 кожаға арналған рецепт. Енді қазір печка менде 160-170 градуста қызып тұр. Осылай противенге салып, жай ғана пісіріп аламыз. Ұзақ пісірілмейді, шамамен 5-7 минутта кождарымыз тез пісіп қалады. Біздің кождарымыз осылай пісіп шықты. Мінекей. Енді осыны пергаменттен ажыратамын. Кейбір кождар бізде түзу болып піседі. Ал кейбіреулер, мысалы, мынау сияқтылар кішкене шет-шеттері қисайған. Біз соларды міндетті түрде тегістеуіміз қажет. Оны қалай тегістейміз? Осылай аударып аламын. Қойып, үстінен кольцомен, бізде диаметр 16 деген еді. Кольцомен кесеміз сол диаметрде шет-шеттерін, артықтарын.
Міне сонда шетіндегі артықтарын осылай біз кесіп алып тастаймыз. Бұларды кесіп алып тастамасақ, құрастырған кезінде бізге кедергі жасайды. Яғни тортымыз қисық болып құрастырылады. Сол себептен міндетті түрде шет-шеті барлық кождарыңқы бірдей тегіс болуы тиіс. Мен қалған кождарды да тура осылай тегістеп шықтым. Міне барлығын шет-шеттері түзу кесілген. Міне шет-шеттерін осылай алып тастаймыз кесілген жерлерін. Енді кождың барлығы мен қазір пищевой пленкамен орап тастаймыз. Барлығы толықтай суығаннан кейін сосын мен құрастыратын боламын. Мінекей барлығын орап шықтым. Осылай холодильникке салып қоям. Толықтай суығаннан кейін барып тортты құрастыратын боламыз. Онымен қоса біз кожды холодильникте кемінде 3 күн сақтасақ болады, ал морозилкада кемінде 1 ай сақтауға болады. Және сіздерге тағы кішкентай лайфхак. Осындай поклам пергаментін сіздердің бетіндегісін кепкеннен кейін қырып алып тастап, тағы 2-3 рет қолдансаңыздар, қолдануға жарамды. Енді біз молочная девочка тортымызды құрастыратын боламыз. Кожымыздың барлығы холодильникте тұрып суыды. Енді сыртындағы пленкасын біртіндеп қазір алып тастаймыз. Осылай алып тастай береміз. Бірақ бұны әрқайсысын құрастырып жатқан кезінде алған дұрыс, өйткені молочная девочканың кождары бір-біріне өте қатты жабысады. Егер қазір пленкасында шешіп тастап бір-бірінің үстіне қоятын болсам, бір-біріне өте қатты жабысып қалады. Сол үшін қазірше тек қана біреуін шешіп алдым. Енді кремін жасайтын боламыз. Бізде бұл тортымыз шамамен 2 килограмм, 2 килограммнан сәл асады, 2 килограмм 200 грамм сондай торт болады. Жалпы кождарды қазір алдымен өлшеп алдым. 800 грамм шығып тұр кожымыз. Соған турлап мен 350 грамм крем-чиз, 350 грамм сливки және 100 грамм қант дайындап қойдым. Енді алдымен крем-чизге қантты саламыз. Менде мұнда сахарная пудра. Екеуін жақсылап миксерлейміз. Екеуін миксерлеп аламыз. Енді сливкидің жартысын құямын. Тағы араластырамын баяу жылдамдықпен. Болды, осымен біздің креміміз дайын. Жалпы менде мұнда 9 кож, крем 800 грамм. Әр кождың ортасына біз 100 грамм кремнен салып құрастыратын боламыз. Енді тортты құрастыру үшін бізге поворотный столик қажет болады, подложка және аттестатная пленка қажет болады. Ең астына кремнен кішкене жағамын. Бір кожды қоямыз. Осының үстінен мен қазір аттестатная пленкамен қаптаймын. Аттестатная пленка бізде многоразовый. Яғни қолдана беруге болады. Бір қолданғаннан кейін. Так, шетінен кішкентай скотчпен қыстырып жіберемін. Так, қараймыз, барынша бізде түзу тұру қажет. Қисайып кетсе, тортымызда қисық құрастырылады. Әр кождың ортасына мен 100 граммнан өлшеп салатын боламын. Кремнің астына таразыны қойдым. Нөлге қоямыз. 100 грамм осылай өлшеп алып, құрастырып кете береміз. Молочная девочканы құрастырудың еш қиындығы жоқ. Үстіне басып жіберемін. Ортасы биік болып кетеді, көбінесе молочная девочканы құрастырған кезде, сол үшін ортасын көбірек басамыз. Осымен соңғы кожымызды қоямыз. Үстінен жақсылап басып, пищевой пленкамен орап тастаймын. Осылай холодильникке жібереміз. Шамамен 4-5 сағаттан кейін сыртына декорын жасай берсек болады. Қазір молочная девочка тортының сыртына обтяжка жасайтын боламыз. Мен обтяжканы масляный креммен жасаймын. Сіздерге жалпы 2 түрлі кремді көрсетем. Ол бізде масляный және ганаш болады. Бірақ молочная девочкада біз осы масляный креммен жасаймыз. Бұл жерде бізде не қажет болады? Мұнда менде сахарный пудра мен сармай. 100 грамм сахарный пудра болса, 100 грамм сармай қолданамын. Сармай менде бөлме температурасында, яғни жұмсақ болып тұр. Қатты
сұйық болып кетпеуі де қажет. Және мұнда крем-чиз. Крем-чиз де қазір ғана холодильниктен шықты. Енді алдымен сахарный пудра менен сары майды миксерлеп аламыз. Мінекей сары май мен сахарный пудра толықтай араласып кетті. Енді осының үстіне мен мұндағы крем-чизімізді саламыз. Енді барлығы толықтай бір масса болып бір-біріне еніп кеткенге дейін тоқтамай араластырамыз. Мінекей осымен біздің масляный креміміз дайын. Бірақ мен қазір бұған кішкентай краситель араластырғым келіп тұр. Торттың сырты бізде ашық көк түсті торт болады. Кремге осындай топ декордың көк красителін қосам. Көп қоспаймыз. Қазір мен бір ғана тамшы тамыздым. Өйткені маған өте ашық түс қажет болады. Енді осыны қазір араластырып көреміз. Болды, осымен біздің креміміз дайын. Қазір тортты алып шығам. Сыртын қаптауды бастаймыз. Мен қазір кондитерский мешок алдым. Өзіме ыңғайлы қылып мындай ыдыс алдым. Осының ішіне кремді салып аламын. Торттың сыртындағы пленкасын, аттестатный пленканы алып тастаймыз. Енді торттың сыртын қаптауға мен осындай шпательдерді қолданам. Мұны мен кондитерлік дүкенінен сатып алғам. Қаптағанға өте ыңғайлы. Ганашты да осындай масляный кремде жүреді. Және мынандай бар, шпатель тоже строительный магазин алғам. Бұны да қолданамын. Осылайынан енді біз тортты айналдырып, кремді құйып шығамыз. Тура осылай бүкіл жеріне айналдырамын. Және қалған үстіне құямын. Енді мен мына шпательді осылай ұстаймыз да. Түзу болу керек. 90 градусы былай қисайтып ұстамау керек. Енді мына жерде көріп тұрсыздар, бізге кремдер кішкене жетпей қалған. Сол жерге осылайынан жағып жүреміз. Енді үстін тегістейміз. Үстінде крем кішкене аз болып тұр. Қосамын тағы да. Енді шет-шетіндегі артықтарын аламыз. Менде торттың сыртын қаптағанға шамамен кейде 10 минут, кейде 15 минут уақыт өтеді. Барлығын түзу етіп қаптағанға дейін. Болды, осымен тортымыздың сыртын қаптап болды. Қазір холодильникке жіберемін. Кішкене тұрғаннан кейін сыртындағы декорларын қоятын боламыз. Біздің детский тортымызға біз декорларын жасайтын боламыз. Мен әдетте барлық торттарыма, декорларына осындай АБК деген шоколадты қолданам, немесе глазурьді қолданам. Кейде колебаут қолданам, колебаут шоколадын. Бірақ ол кезде бағасын әдеттегіден қымбаттау айтам. Мысалы, қазір біз глазурьді, мысалы, АБК-ны ерітіп алдым, міне. Бұл да бізде шоколадный глазурь. Мен тура осылай сотейникте еріттім, астын өте баяу етіп. Немесе жай ғана микроволновкада ерітіп алсаңыздар болады. Микроволновканың өзінде еріткім кезінде әр 10 секунд сайын микроволновканың есігін ашып қозғап тұрмасаңыздар, жаңа глазурларыңыз күйіп кетеді, немесе сырнуца етіліп қатып қалады. Сол себептен әр 10 секунд сайын микроволновканың есігін ашып қозғап тұру өте маңызды. Ал енді мен сияқты осындай темір ыдыста ерітетін болсаңыздар, міндетті түрде осындай түбі қалың сотейникте еріту қажет. Түбі жұқа темір ыдыста ерітетін болсаңыздар, шоколадтарыңыз тоже бүрсіп қатып қалады. Енді қазір маған шарлар жасау қажет детский тортыма. Ол үшін не істеймін? Мінекей шоколадный глазурьді ерітіп алып келдім. Енді осында мен көк краситель қосамын. Топ декор менде ашық көк түс шығу керек. Сол үшін бірінші бір тамшы ғана қосып араластырып көремін. Болды, маған осы түс ұнап тұр, осы түспен қалдырамын. Менде 1-2 жарым осындай көк түс болады, және мен осындай молдты қолданамын.
және бір-екі шарларым менде алтын түсті болады, яғни золотистый болады. Сол үшін мынандай форманы аламыз. Бұндай формаларды кез келген кондитерский магазиндерден таба аласыздар. Енді мұнда шоколад құймастан бұрын біз мұндағы шарларды, яғни форманың орнын осылай кондуринмен бояп аламыз. Кондуринді де кез келген кондитерлік дүкеннен тапсаңыздар болады. Так, маған шамамен 3 шар қажет. Сол үшін 6 осындай форманы бояймыз. Ал мұнда тек қана жай ғана көк түсті шарлар болады. Енді өзіме қажетті мөлшерде кішкенесін осылай қасықпен алып құямыз. Және шет жағына осылай тегістеп құйып шығамыз. Бізде глазурьдің градусы термометрмен өлшеп көрсеңіздер болады. 35 градустан асып кетпеу қажет. Если 35 градустан асып кететін болса, бізде шоколад тым сұйық болады, немесе тым қатты ыстық болады. 40 градустан асатын болса, тым ыстық болады, шоколадымыз қатты болып бүрісіп қалады. Ал егерде 35 пен 40 градус аралығында болса, шоколад тым сұйық болады да, осылай формаға құйып жатқан кезінде шет-шетіне дұрыс тұрмайды шоколад. Сол себептен барынша 30-35 градусқа дейін түсіріп алып, сосын осылай формаға жағамыз. Тым жұқа болып кетпеу қажет, өйткені алып жатқан кезінде жарылып кетуі мүмкін. Енді мұнда құямыз. Так, шарларға құйдым. Енді мен мынандай формаға құю үшін мен кондитерский мешокқа глазурімізді құйып аламын, сосын барып құятын боламын. Әйтпесе былай қасықпен немесе силиконды қасықпен құю бізге ыңғайсыз. Енді жай ғана формаға құйып шығамын. Енді сілкейміз. Арасындағы ауалар шығып кетуі қажет. Так, мына болды дайын. Кішкентай баланы, мысалы, сіздерге туылған күнге заказ береді, басқаға заказ береді. Сол кезде бізге міндетті түрде цифра қажет болады. Мен қазір 1 деген цифраны істегім келіп тұр. Мен мынандай кішкентай шпажканы қоямын. Бұл бізде торттың бетіне сосын цифраны оңай бекіту үшін қажет болады. Енді жаңағы қалған шоколадымызды формаға құямын. Болды, енді тура осылай қазір осындай силиконда тұрған шоколадтың барлығын холодильникке шамамен 10-15 минутқа қоямыз, бірден қатып қалады. Біздің тортымыздың кейбір декорларына мастика қажет болады, соларды жасайтын боламыз. Менің қолымдағы мастика, топ декордың мастикасы. Мен көбінесе немесе авалеттің мастикасын қолданамын. Авалеттің мастикасы көбінесе фигурка жасағанға ыңғайлы. Мұнда менде топ декордың мастикасы кішкене қолға жабысады, сол себептен мастикаға біз осылай крахмал қолданамыз. Мастикамен жұмыс жасаған кезінде бізге міндетті түрде осындай силиконды коврик және силиконды оқтау қажет болады. Басқа жерге мынандай столдың үстіне мастиканы жасайтын болсақ, жабысады. Так, жақсылап жұмсартып алдым мастиканы, енді жаямын. Так, мына қатты жұқа етіп жайған жоқпын, қалыңдау. Енді менде осындай бұлттың формасы бар. Бұндай формаларды кондитерлік дүкендерден де таба алсаңыздар болады. Осылай біз бұлтымызды қырқып аламыз, мінекей. Міне бұлтымызды жасап алдық. Оны біз бұндай қалың етіп жасаған себебіміз, біз қазір арасына осылай шпажка қоюымыз қажет. Бұл шпажка біз бұлтымызды тортқа орнатқан кезінде қажет болады. Мастикалар қазір бізде мінекей майысып жұмсақ болып тұр. Тура осылай біз бөлме температурасына жаңа айттым, 10-15 минутқа қойсақ қата бастайды, немесе холодильникке салсақ тезірек қатады. Осылай мен қазір холодильникке салып алам, сонда біздің бұлттарымыз қатып қалады. Енді біз келесі кезекте саты жасайтын боламыз. Енді шпательдің көмегімен түзулеп, 2 түзу мастика қырқып аламын. Тортым аса қатты биік емес, шамамен осы ұзындық жетіп қалады. Енді тағы бір лента кесемін түзу қылып. Ұзындығын бірдей қылып қырқамыз.
Мастика көріп тұрсыздар, жұмсақ болып тұр. Мен холодильникке салып кішкене қатырып аламын. Так, енді бізде тортымыздың арасында жұлдыздар болады. Жұлдыздарды мен ұшып тұрған сияқты етіп жасаймын. Ол үшін бізге осындай сымдар қажет. Шамамен әрқайсысын 12-13 сантиметр етіп қырқып алып жатырмын. Бізге осындайдан бір 7-8 қажет болады. Так, енді мастикамыз тағы да жаямыз. Так, енді менде жұлдыздың арнайы формалары бар. Осылармен қазір мен жұлдыздарды қырқып аламын. Так, енді размері кішкене кішірек жұлдызбен жасаймын. Так, болды, осымен жұлдыздарымыз да дайын. Енді қазір барлығын мен холодильникке қойып қоям. Шамамен 10-15 минут тұрсын, онда да барлығы жақсы қатады. Так, мінекей біздің шоколадтарымыздың барлығы қатып шықты. Енді осылай формадан оңай ажыратып аламыз. Так, енді мен мұнда ыдысқа ыстық су құйдым. Сөйтіп шпательді қойдым, яғни темір зат қажет болады. Үсті қазір ыстық болып тұр. Біз шоколадтарымызды бір-біріне солай жабыстырамыз. Яғни қисық жердің барлығын ыстықтың көмегімен ерітеміз де, еріп тұрған жерінен бір-біріне жабыстырып жібереміз. Сонда осылай жабысып кетеді. Болды, осымен шарларымыз дайын. Мұндағы бір деген цифраны шығарып аламын. Біз енді қазір мұндағы лестницамызды жасау қажет. Мастика бізде холодильникте кішкене тұрып келді. Әжептәуір қатып қалған. Мастиканы біз бір-біріне жай ғана судың көмегімен жабыстырамыз. Жабыстыратын жерін сулап жібереміз де. Оңай жабыстыруға болады осылай. Мастикадан кішкене думалақтар жасаймыз да. Жеріне жабыстырамыз. Болды, енді кішкене холодильникке жіберсек қатады олар. Ал оған дейін жұлдызға осылай сымды тығып шығамыз. Болды, енді бізде бұларды золотистой түске бояу қалды. Менде мұнда бос ыдыс, ішінде ешнәрсе жоқ, жай ғана кондориннің кішкентай бөлшектері ғана қалған. Сол жерге өзіме керекті кондоринді кішкенесін саламын. Және үстіне спирт қоямыз. Су емес, міндетті түрде спирт қолдану керек. Менде мұнда қолымдағы спирт. Сонда бізде кондорин спиртпен жақсы араласады. Қатты сұйық қылмаймыз, қою болуы қажет. Бояғанға ыңғайлы болады. Енді сатымызды бояймыз. Мен сіздерге қазір бір бөлшегін ғана бояп көрсеттім. Қалған бөлігін біз тортқа орнатып алғаннан кейін бояйтын боламыз. Өйткені біз қазір тортқа орнатып жатқан кезде сатыны қолмен ұстаймыз. Кондориннің үстіне қолмен ұстағаннан кейін қолдың ізі қалып кетеді. Ал оған дейін жұлдыздарымызды боясақ болады. Мінекей осылайынан. Тортымыз біздің дайын болып қалды. Мұнда менде декорлардың детальдарының барлығы дайын тұр. Қазір енді барлығын орын-орнына қойсақ болады. Біз барлығын өзіміздің қолымыздан жасадық. Тек қана мына мишкадан басқасын. Бұл мишкада шоколадный глазурден жасалған, бірақ молдқа құйылған. Ең алдымен бұлттарын қоямыз. Арқасына үлкен шарларды қоямын. Мишкамызды қоямын. Шарлары. Сапыны қоямыз. Так, біздің сатымыз кішкене ұзын болып кеткен сияқты. Так, мен сатының ұзындығын кішкене қысқартатын болып шештім. Енді жұлдыздарды қыстырамыз. Енді ана қалған жұлдыздарды жан-жандарына қойып тастаймын. Енді мына жұлдыздарды мен осылай золотистой түске бояп жіберемін.
Осымен біздің тортымыз аяқталды. Іші молочная девочка, сырты осындай әдемі детский оформление. Қазір заказға ең көп келетін торт декорларының бірі. Жалпы торттың салмағы бізде сыртындағы декорымен бірге 2 килограмм 200 грамм шықты. Сонда біздің тортымыздың өзінің килограммы 2 килограмм болып шығып тұр, ал сыртындағы декорлармен жалпы 200 грамм шықты. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын.